Bарлықтарыңа сәлем достар. Сіздер бір рет болсын апокалипсисте пайда болғыларыңыз келді ме? Өз басын мен пайда болғым келді. Бірақ бұл мүмкін емес. Әлде мүмкін бе? Ендеше достар, мен бүгінгі видеода сіздерге топ 10 зомби апокалипс ойында жайлы айтатын боламын. Мен бұл мәліметтер жердің астына кіріп таптым. Каналға тіркеліп лайк басып колокольчик қосып қоюды ұмытпаңыздар. Я достар, біраз уақыт видео шықпай кетті. Мен просто ауылда болдым. А так видео шығып тұрады. Сосын алдыңғы видеодан үздік комментарийлер. Ұмытпаңыздар, мен әр видео сайын комментарийлеріңізді видеоға шығарып отырамын. Ендеше, біз көп созбай кеттік. The Walking Dead The Game. Әзірлеушілер балалық шағы зомби апокалипсисінде болған қыздың күтпеген жерден драмалық тарихын құра алды. Және ата-анасының қолына еріксіз түскеннен кейін оның қалай үйренетінін, жетілетінін және уақыт өте келе басқа баланың қамқоршысы болатынын көрсетті. Ойынның сюжеті айтпақшы комикс оқиғалар үшін канондық, бірақ AMS сериясы емес. Plants vs. Zombie бұл тамаша таймкиллер. Әлемге әйгілі бас қатырғыш компьютерлерді, консольдерді және ұялы телефондарды жаулап алды. Қысқа деңгейлерді сізді жалықтырмайды. Зомби апокалипсисіне өзгергіштік пен тривальды емес тәсілді ұсынады. Сондай-ақ зомбилермен күресуден басқа сіз қарапайым бас қатырғыштарды шеше аласыз. Тіпті өсімдіктермен шағын бақшаңызды өсіре аласыз. Resident Evil 2 Remake. Ремейкте мутант тираның интеллектісі айтарлықтай жақсарды. Енді батырларды іздеуде ол бүкіл сайтты іздейді және өкшелерімен жүреді. Бұл өтуді кешіктіреді. Сіз үнемі қашып кетуіңіз керек, жасырынуыңыз керек. Немесе қол сұғылмайтын қарсыласпен күресуге тырысуыңыз керек. Days Gone. Ойынның басты ерекшелігі 50-ден бірнеше жүзге дейін жұқтырулы мүмкін фрик ордасы. Әрбір жекпе-жек дайындық пен стратегияны қажет етеді. Өйткені зомби табындары диконды оңай құлатады. Ал егер кейіпкер қоршаланған болса, велосипедпен қашып кетуге көмектеспейді. Тонаушылармен бірге тұтақтарды, көптеген қару, жарақтарды қоршаған ортаны және тіпті жабайы жануарларды пайдалануы керек. Байкерге орданы напалмен лақтырып Орегонның кезекті бұрышын қорғауға көмектесетін барлық нәрселерді пайдалану керек. The Last of Us. Ойын тез арада салада ерекше мәртебеге ие болды. Мұның себебі зомби тақырыбынан тән емес сценарийдің жоғары деңгейде болуы. The Last of Us авторлары сюжетке бәстігіп, сәтсіздікке ұшырамады. Джоэл мен Эллидің өзара әрекеттесуі ойынның негізі болды. Өмірден көңілі қалған ескі контрабандист қызға деген жылы сезімге бой алдырады. Ол үшін карантиндік аймақты тыс барлық нәрсе таңқаларлық. Ойын олардың арасындағы тығыз байланысты және финалда Джоэлдің алдында пайда болатын қиын таңдаудың ащы дәмін жеткізе алады. Left 4 Dead 2. Ойынның басы жетістігі жасанды интеллект ойыншыларға үнемі қиындық тудыратын, ескірмейтін мультипликаторлық формуласы. Ол командалық ойын тәсіліне бейімделіп, тыныс алуға да зомбилерге тағы бір рет құлауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ ойында командалық режим болды. Онда кезек-кезек тірі қалғандармен арнайы жұқтырғандардың рөлдерін сынап көру керек. Соңғысы үшін ойнау 2 есе қызықты. Dying Light. Ойынның негізгі фишкілерінің түбі күн мен түннің өзгеруі. Күн батқаннан кейін барлық жұқтырған адамдар күшейе түседі. Ал олар түнгі аңшылардан тұрады. Олар тіпті ең мықты паркуршыны да басып озады. Ойында тіпті жеке кооперативті режим болды. Онда ойыншылардың бірі арнайы түнгі аңшының рөлін алады. Ал қалғандары онымен кездесуден аулақ болуы керек. 2022 жылы шыққан Dying Light 2 Stay Human түп нұсқасындағы оқиғаладан 15 жыл өткен соң бүкіл әлем вирустың мейіріміне бөленгенін көрсетеді. Dead Island. Өлі аралда ойыншы күн сәулесімен қарлы ақ жағажайлары бар әдемі тропикалық аралға түседі. Алайда ол бірнеше күн бойы коктейльдерді ішіп, бикини киген қыздарға таңдана алмайды. Дәл осы сәтте архипелагта эпидемия басталып, оның бүкіл халқы зомбиге айналады. Пайдаланушыға
тірі қалған 4 адамнан тұратын шағын команда қолжетімді. Басты мақсат басқа тірі қалғандарды табу, инфекцияның қайдан шыққанын анықтау және Құдай қарғыс атқан жерді алыс жерге кету. Lollipop Chainsaw. Бикини мен зомби киінген қыздар туралы айтатын болсақ, сіз осы тақырыптағы тағы бір ерекше тақырыпты Lollipop Chainsaw'ды есіңізге түсіресіз. Бұл басты қарсыластар ретінде тірілген өлгендердің ордасы бар үшінші тұлғаның әрекеті. Тек кейіпкердің кейіпкері бұл ержүрек Бояка емес, мини юбкадағы сүйкімді черлидер Джульетта. Геймплейді ойын Devil May Cry'ға ұқсайды. Бірақ комбинация азырақ, ал басты кейіпкерге көбірек көңіл бөлінеді. Джульеттаның аренада естелікпен секіріп, зомбилерді шынжырлы арамен көргеннен көру салыстырмалы түрде рахат емес. World War Z. World War Z әзірлеушілері Left Dead ойын формуласын сәтті көшірді. Бірақ бірқатар нүктелік өзгерістер жасады. Мысалы, ойында бас кейіпкерлердің арсеналы мен қабілеттеріне толыққанды айдау пайда болды. Бұл пайдаланушы миссиялардан өту үшін алатын арнайы ұпайлар үшін жасалады. World War Z кадрындағы зомбилердің саны әлдеқайда көп. Олар мұнда ет пен іріңнің үлкен толқынына жиналады. Ол тоқтаусыз орналасқан жер арқылы өтеді. Кейде құбыжықтар тіпті тірі тауларды жасайды. Соның арқасында олар таулы жерлерге көтеріле алады. Бұл ойынға тактикалық тереңдік қосады. Ал енді достар, осы тізімнен қай ойын сіздерге ұнады? Комментке жазып кетіңіздер. Каналға тіркеліп лайк басып қалып, қойшықты қойып қойыңыздар. Сіздермен болған мен Зеп. Сау болыңыздар.